Сәлем достар, далада тренировка жасап жүрмін. Есіме бір оқиға келіп тұр. Осы әңгімені айтып бергім келіп тұр сіздерге. Қысқасы, бұрын енді условно бір қазақ жігіттің атын айтайық, мысалы Берік дейді. Берік деген жігіт болыпты. Әкесі өте бай, малы көп, үлкен жері бар деген сияқты бір байдың баласы екен, ауылдың баласы. 12-11 жасынан бастап әкесі оған көліктердің бірін беріп қойыпты. Балам, қойды баққанда осы көлікті пайдалан, өз еркіңмен қалай айдасың да өзің білесің деп беріп қойыпты. Ешқандай правила, мына ештеңе үйретпейді, жай беріп қойыпты. Сонымен 11-12 жасар кезінен бастап машинаны әбден айдап үйренген, кең далада әрі-бері қалай болса да оңай айдап жүре берген. Яғни ол уже 18-ге келем дегенше кемі 5-6 жылдық опыт жинаған. Бірақ праваға тапсыратын кезінде құлап қалады. Сосын қаланың бір қызы болады. Условно Дария деп айтайық, Дария ешқашан машинаға отырып көрмеген, рөлге отырмаған, газ бен тормоздың қайда екенін ажырата алмайтын қыз болады. Бірақ машина айдағысы келген уақытта әкесі оны курсқа береді, автокурсқа береді, автошколаға. Барып оқиды, оны мамандар үйретеді, правиланың барлығын үйренеді. Сонымен ол экзаменнен өтеді. Ол қолына правасын алды. Енді қараңыздар. Қанша жерден опыты болса да, қанша жерден өзінің опытымен әрекет жасаса да, қанша күшті айдаймын деп өзіне сенімді болса да, жаңағы жігіт Берік өте алмай қалады. Өзіне қанша сенімді болса да, өзінің жаңағы опытына, өзінің несіне, навыктарына 1000 жерден уверен болса да, ала алмайды. Ал қыз өзінің білмейтіндігін мойындап, куратордың көмегімен әрекет жасап, үйреніп, правасын алады. Мен бұл жерде не айтқым келіп тұр? Тек машина айдауда ғана олай емес. Мына саудада да, сату техникасында да солай. Курсты алып, оқымай, немесе өзім білем, өзім қалағанымды оқимын да, өзім қалағанымша жұмыс жасаймын деп жүрген қыздар, әрине сіздер результат көрмейсіздер. Өткен сіздер тек информация ала бересіздер. Сабақты қарағанның өзінде де тек құр информация алып жатсыздар. Сіздер әрекет жасап жатқан жоқсыздар. Сіздерге жол көрсетіп тұрған адам жоқ. Ал егер кураторлықты қосып алатын болсаңыз, куратор сіздің қай жерден қандай қателік жіберіп жатқаныңызды анықтайды, сіздің мышлениеңіздің типін анықтайды, сізге қалай не жасау керектігін, қай уақытта не айту керектігін толыққанды түсіндіріп үйретеді, және сіздердің результатқа шыққаныңыз ол куратордың кейсі болып табылады. Яғни кураторға өте маңызды сіздің табыс тапқаныңыз. Сіз ойлайтын шығарсыз, мен ақшасын төлеп қойдым, болып, ал ақшасын алып алады да, сосын жоқ болып кетеді. Жоқ, неге жоқ болып кетеді? Куратордың өзіне де керек қой сіздің результатқа шыққаныңыз. Сіздің результатыңыз ол куратордың результаты. Сондықтан ешқандай ондай артық ойға бармай, мен өзім дегенді жиыстырып, куратормен жұмыс істеген сіздерге дұрысырақ болады. Мен айтайын деген осы. Және де мен кураторлығым ашылып жатыр, ертең кураторлық ашып жатырмын. Тек қана 5 қыз аламын. Сондықтан үлгеріп қалуға тырысыңыздар. 5 қыздан артыққа менің бірақ физически үлгермеймін, шамам жетпейді. Сондықтан егер мен кураторлығым сізге қызық болса, бірінші болып жазуға тырысыңыз. Әйтпесе 5 орын толып қалса, өкінішке орай қаласыз.